Мектеп бұл сенің білім мен тәрбие алатын оқу орның. Мектеп өмірі әрбір бала үшін ең маңызды есте қаларлық шақ. Мектеп өмірі тәртіп пен күнделікті ережелердің сақталуына бағынады. Мектептегі барлық тәртіптің сақталуына, оқушылардың қауіпсіздігіне мектеп басшысы жауапты. Оған мұғалімдер, дәрігерлер, күзетшілер және басқа адамдар көмектеседі. Олардың атқаратын әркімнің өз міндеті болады балалар. Мектеп қызметкерлері қандай міндеттерді атқарады? Осы сұраққа жауап беріп көрші. Мектептегі ең маңызды уақыт сабақ уақыты. Ол кезде сендер білім аласыңдар. Әр сабақтан кейін 5-10 минуттық үзіліс болады. Үзіліс кезінде оқушылар мектеп ауласында таза ауа жұтып демалады. Арнаулы үлкен үзіліс кезінде олар мектеп асханасынан тамақтанады. Үзіліс кезінде мектеп іші мен ауласында жүгіруге, айғайлауға, бірін-бірін итеріп алысуға болмайды. Мұндайда оқыс жағдайлар аяқ асты болып қалуы мүмкін. Дене шынықтыру мен еңбек сабақтарында барлық іс-әрекетті мұғалімнің нұсқауы бойынша орындау қажет, яғни қауіпсіздік ережесі ең бірінші орында екен балалар. Ойыннан от шығады дейді, сондықтан да үзіліс кезінде мұқият болулары қажет балалар. Келесі сабаққа берілген осы 3 сұраққа жауап беріп, аудио жазба арқылы кері байланыс бересің.